Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге қысқаша екі тақырыпты ортаға салғым келеді. Бірінші тақырып ол Путиннің НАТОға қатысты саясаты, екінші тақырып ол Донбасс шайқасының басталуы. Енді Путин Украинадағы соғысты бастаған кезеңде НАТОның шығысқа тоқтатуын жылжытудың бір амалы ретінде көрсеткен болатын. Яғни қазіргі Украинадағы болып жатқан қан қасаптың барлығына НАТО кінәлі, себебі Украина НАТОға ұмтылды. Ал НАТОның біздің шекарамызға келіп жайғасуы ол біздің мемлекеттігіміз үшін өте үлкен қауіп, сондықтан да біз осындай іс-әрекеттерге баруға мәжбүрміз деп Путин атап өткен еді. Ал жалпы соғысты бастамас бұрын, соғыстың ашық фазасына көшпес бұрын Путин билігі НАТОға ультиматумдар қойды. Өздеріңіз білесіздер, ол ультиматум бойынша ең бірінші НАТО 1997 жылы шекараға қайтып оралуға тиіс еді. Бұл бір. Екіншісі, НАТО ендігі таңда посткеңестік мемлекеттердің бірде-біреуін өзінің құрамына мүшелікке алмауға тиіс еді. Бұл екі. Үшіншісі, НАТО осы аталған мәселелердің барлығын құжат жүзінде бекітіп Мәскеуге беруге тиіс еді. Әрине бұл ультиматумды НАТО қысқаша қайырды. Былайша айтқан кезде НАТО басымды қатырмашы Мәскеу деген сынды позицияда жауап берді. Сөйтіп Путин билігі ендеше бұлай болмаса, ендеше бұлай болады деген сипатпен Украинаға соғыс ашып жіберді. Украинадағы соғыстың тағы бір жаңағы мақсаты ол басқа мемлекеттер НАТОға ұмтылатын болса, ендеше Ресей біз осындай бір қадам жасауға мәжбүр боламыз деген сынды қорқыту месседжі жатыр. Бірақ Ресейдің Путиннің күткен эффектісі керісінше болған сияқты. Себебі қазіргі таңда НАТОның құрамына Швеция мен Финляндия мемлекеттері мүшелікке кіруге өтініш білдіріп отыр. Енді өтініш дегенде қазіргі таңда сондай бір мақсат бар екенін анық көрсетіп отыр. Тіпті парламенттерінде талқылаулар жүргізді. Мысалы, Финляндияның парламентінің 3/2 бөлігі Финляндия мемлекеті НАТОға мүше болуға тиіс деп сондай бір дауыс берді. Бұл дегеніміз не деген сөз? Бұл дегеніміз алдағы таңда НАТОның құрамына Скандинавиядағы екі қуатты, экономикалық тұрғыдан қуатты, саяси тұрғыдан тұрақты, демократиялық тұрғыдан дамыған екі мемлекет НАТОның құрамына кіру мүмкін деген сөз. Қазіргі таңда НАТОның құрамында 30 мемлекет бар болатын болса, алдағы уақытта НАТОның құрамы тағы 2 мемлекеттен артып 32 мемлекет болуы мүмкін. Енді бұл дегеніміз Путиннің ойлаған саясаты іске аспай қалды, және қазақтың мақалымен айтатын болсақ, тоқал ешкі мүйіз сұраймын деп құлағынан айырылыпты деген сынды эффект беріп жатыр Мәскеуге қатысты. Неге бұл маңызды? Бұл ақпаратты айту не үшін маңызды? Себебі Швеция мен Финляндия ұзақ жылдар бойы, тіпті Америка құрама штаттары мен КСРО-ның арасында қарама-қайшылық болған кезде, тіпті НАТО мен Варшава шартты ұйымының арасында қарама-қайшылық болған кезде, тіпті социалистік әлем мен капиталистік әлемнің арасындағы бақталастық қарама-қайшылық болған сәтте НАТОға кіремін деп жаңағы өтініш білдірген емес. НАТОға кіремін деп өзінің позициясын көрсеткен емес. Ал қазіргі таңда олар Украинадағы агрессияға байланысты НАТОға кіруге тиіс, біз өзіміздің қауіпсіздігімізді осылайша қамтамасыз етуге міндеттіміз деп сондай бір позиция көрсетіп отыр. Бұл дегеніміз Путин таңдаған саясаттың, Путин таңдаған бағыттың қате екенін көрсететін сыңайлы. Финляндияға қатысты алып айтатын болсақ, Финляндияның НАТОға кіруі НАТО ұйымы үшін үлкен жеңіс болады. Себебі Финляндия жаңағы Ресеймен ортақ шекарасы бар. Ортақ шекарасы 1200 шақырымға созылған. Ал Ресейдің құрамындағы Карелия ол Финляндияның тарихи жері. 1939-40 жылғы соғыс кезеңінде 2 айға созылған фин кеңес соғыс кезеңінде Финляндия өзінің Карелия аймағынан айырылып қалған еді. Бірақ сол кезеңнің өзінде енді Финляндия сарбаздар ержүректік танытып, жаңағы КСРО әскерлерін үлкен әскери шығынға ұшыратты. Сарапшылар бұл жердегі шығынды 1/7 деп көрсетеді. Яғни Финляндия тарапынан 1 сарбаз қаза тапса, КСРО тарапынан 7 сарбаз қаза тапты деген осындай бір болжамдарды да көрсетеді. Егер де Финляндия мен Швеция кіретін болса, ендеше НАТО сөзсіз қуатты блоктардың біріне айналады. Қазір кезеңнің өзінде әлемдегі нөмір 1 әскери қуатты блок, ал Финляндия, Швеция сынды викингтердің ұрпағы кіретін экономикалық тұрғыдан қуатты мемлекеттер осы блокқа мүше болатын болса, ендеше оның қуаты еселене түседі. Бұл бір. Екінші мәселе, Донбастағы соғыстың шешуші шайқастың басталуына қатысты. Күні кеше ғана Донбаста шешуші шайқас басталды, оны Зеленский да мәлімдеді. Бүгінгі таңда Ресей тарапынан Лавров та әскери операцияның екінші кезеңі, шешуші кезеңі басталды деп
мәлімдеме жасады. Бұл дегеніміз Донбасс шайқасының басталуын білдіреді. Донбасс шайқасы жалпы 21 ғасырдағы ең ірі шайқастардың бірі болып тарихқа енуі әбден мүмкін. Бұл шайқастың маңыздылығын Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде КСРО үшін Курск, Сталинград шайқастары маңызды болса, жаңағы батыстық коалиция Дендені жасаған сынды маңызды болатын болса, Денді операциясын дәл сол сияқты маңызды деп айтсақ болатын шығар. Себебі Украина Донбасс шайқасында жеңіске жететін болса, ендеше келіссөздерде Луганск пен Донецкіні сөзсіз өзіне қайтарады. Және Луганск пен Донецкідегі сепаратизмді жояды. Сол арқылы өзінің оңтүстігіндегі қазіргі таңда оккупацияланған Херсонды да әскери жолмен қайтарып алу мүмкіндігіне ие болады. Сондықтан Украина үшін бұл шайқас ел болып қалу, жер болып қалу, мемлекет болып қалу тұрғысынан өте маңызды. Енді тараптардың күшін салыстыратын болсақ, Донбасс шайқасында Украина тарапынан 90 мыңға жуық әскер қатысып жатыр деген ақпарат бар. Ресей тарапынан 120 мыңға жуық әскер қатысып жатыр деген ақпарат бар. Ресейдің 120 мыңға жуық әскерінің 25 мыңға жуығы Мариуполь қоршауында ұрыс қимылдарына қатысып жатыр. Жалпы Мариуполь Ресейдің тамағына тұрған сүйек сынды сондай бір әсер қалдыруда. Мариупольдегі Азов ұлттық жасақтарын, Украина сарбаздарын толыққанды талқандамай, ондағы 25 мың әскер Луганск, Донецк облыстарындағы өзге әскери қимылдарға қатыса алмайды. Сондықтан да Ресей үшін Мариупольді жылдан басып алу аса маңызды. Бірақ оны 2 айдың ішінде жүзеге асыра алмай жатқанын сіз жақсы көріп отырмыз. Енді Ресей үшін де Донбасс шайқасы өте маңызды, себебі алда Ресейдің басты идеологиялық мейрамы келе жатыр. Ол 9 мамыр жеңіс күнінде Ресей билігі, Путин билігі өзінің халқына пропагандамен миюланған көпшілікке біз Луганск, Донецкіні азат еттік. Луганск пен Донецк тырнақшаның ішіндегі республикаларына қатысты өзіміздің міндеттемелерімізді толыққанды мойындадық деп сондай да бір жеңісті ұсынуға мүдделі. Себебі Ресейдің әскері Киевтің бойынан шегініп кетті, Ресейдің әскері Сум бойынан шегініп кетті, Ресейдің әскері біраз адами шығынға ұшырады, Ресейдің Мәскеу крейсері суға батып кетті. Бұл сәтсіздіктердің барлығын жуып шаю үшін Ресей билігі Зеленскийді тақтан тайдыра алмады. Ресей билігі денацификация, демилитаризация деген сынды жоспарлардың бірде-біреуін жүзеге асыра алмады. Сондықтан да бұл жаңағы қателіктерінің барлығын, бұл сәтсіздіктерінің барлығын жуып шаю үшін қандай да бір жеңісті Ресей қоғамына ұсынуға тиіс. Ресей қоғамына ұсынатын жеңістердің бірі ретінде олар Луганск пен Донецк облыстарын толыққанды басып алуға ұмтылатын сияқты. Сондықтан да қазір Украина үшін шешуші шайқас басталды, Ресей үшін пропагандалық жеңіске міндетті болатын шайқас басталды. Бұл шайқастың қалай аяқталатын алдағы 2 аптаның ішінде көретін сияқтымыз. Бұл жерде Украинаның бір ғана осал тұсы бар деп айтуға болады, ол әуе. Яғни Ресейдің әуе шабуылдары мен зымырандық шабуылдары Украина үшін үлкен минус болып тұр. Украинаның авиациясы Ресейдің авиациясынан әлсіздеу, себебі ұшақтардың саны аз, алысқа ұшатын зымырандардың саны аз, ПВО жүйелері біршама зақымданды. Ресейдің де ұшақтар саны әскери соғысқа қатысқан ұшақтар көптеген шығындарға ұшырады, бірақ соған қарамастан Ресейдің ұшақ және тікұшақ зымыран қоры көп Украинамен салыстырғанда. Сондықтан да Украинаның бір ғана минусы ол әуе шабуылдарынан сақтану. Ал басқа тұрғыдан алып қараған кезде батыстық мемлекеттер Украинаға көмек көрсетіп жатыр. Сондықтан да Украина үшін маңызды болып табылатын шайқас басталды. Сіз бен біз бұл мәселені әлі алдағы таңда талқылайтын боламыз. Сау болыңыздар.